Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай пеште дайындалатын котлеттің дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге тартылған ет қажет. Тартылған етке тұзды саламыз және майдаланған нан ұнтағы мен пиязымызды майдалап турап салатын боламыз. Және қара бұрышымызды қосып, 1 стакан кәдімгі суымыздан қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Суды міндетті түрде қосыңыздар. Біздің котлеттеріміз сол кезде сочный болып шығатын болады. Котлеттеріміздің жақсы бірігіп тұру үшін нан ұнтағын міндетті түрде қосамыз. Сол кезде біздің котлеттеріміз жан-жаққа ыдырап кетпей, бір формасын ұстап тұратын болады. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, 1-2 рет осылай міндетті түрде лақтырып жіберіңіздер. Сол кезде бірігуі де жақсы болады. Енді котлеттеріміздің формасын келтіретін боламыз. Мен сопақтау, томпақ етіп дайындадым. Ал сіздер дөңгелек пішінде, кез келген пішінде котлеттің формасын келтірсеңіздер болады. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Енді пешке қоятын ыдыстарымызға котлеттерімізді жайғастырып, 180 градус қызып тұрған пешке 30 минутқа салып котлеттерімізді пісіріп алатын боламыз. Және де осындай ағаш таяқшамен котлеттеріміздің үстінен узор жасасақ болады. Бұл әдемілігі үшін бұлай жасамасаңыздар да міндетті емес. Осымен біздің котлеттеріміз дайын, иісі сондай керемет болып шығып тұр және сочный болып шыққан. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Котлеттерін сочный болып шығатын болады. Және гарнир ретінде мен күрішті қолдандым. Қасына кез келген гарнир қолданып, жақындарыңызға ыстықтай ұсынсаңыздар болады.